Қайырлы күн, достар. Біз бүгін өзбек фильмі «Фатима Зухраны» айтатын боламыз. Бұл кино осыдан 6 жыл бұрын шыққан фильм болып табылады. Өте аянышты фильм. Бұл фильмде басты рөлде Зухра атты қыз ойнайды. Зухраның ағасы, сіңлісі және әкесі бір үйде тұрады. Аналары қайтыс болған. Дәл осы сәтте және басқа жерде 4 жігіт парта ішіп отырады. Оның ішінде 4 жігіттің ішінде осы Фатима Зухраның ағалары да болады. Және үнемі ағалары түнде ішіп келеді, ал екі қарындасы болса, осы ағаларын әкесінен жасыру үстінде. Әкелері айғайламасын деп, осы ағаларын бөлмесіне апарып, ұйықтап жатқан сияқты қылып жасырып қояды. Келесі күні, аналарының қайтқан күні, сол күні әкелері барлығы дастархан жайып Құран оқытады. Және содан кейін осы тағы да 4 жігіт алдында кездескен қыздарды бетін жауып, қаппен жауып, барға апарып, күш жұмсап қызды зорлайды. Сол кезде ана қызды жылап айғайлай бастайды. Сол кезде осы ағасының досы Шахрух баяғы өзінің анасы есіне түседі. Анасы жеңіл жүрісті болып әкесімен ажырасып кеткен екен. Одан кейін осы қыздардың барлығын жек көріп, осындай зорлық-зомбылық жасап жүреді. Келесі күні тағы да ағалары ішіп кетеді. Одан кейін екі қарындасы осы қызды іздеуге шығады. Кейін сіңлісі Фатима Зухраға айтады: мен ағамды іздеп қайтайын, сен осы жерде күте тұр деп. Фатима іздеп шығады, және дәл осы сәтте бағанағы 3 жігіт, бұзық жігіттер осы Фатиманың басына қап кигізіп, тағы да алып кетіп, оны зорлайды. Және айғайлап жатқан кезде осы ағасы да төменде болады, және дауысын естиді, бірақ қатты ішкендіктен оның мән бермейді. Кейін ол қызды жігіттер зорлап, басқа айдалаға апарып, қасына ақша тастап лақтырып кетеді. Ал Фатима ұйқыдан оянғанда айдалада болады. Ол үйін әрең тауып, үйіне барып хат жазып, бұл зорлық-зомбылыққа шыдамай, өз-өзіне қол жұмсап, дарғазылып қайтыс болады. Және қайтыс болғаннан кейін ағасы да келеді, аза тұтады. Ағасы бұның өзінің достар істегеніне жынданып, қолына пышақ алып, өзінің достарын далада күтіп тұрады. Сол кезде достары келіп, пышақтап, ағасын да өлтіріп кетеді. Одан кейін аға өзінің әкесі де бұл қарындасымен, өзінің қызы мен баласының өліміне шыдамай, әкесі де қайтыс болады. Сөйтіп Зухра жалғыз өзі қалады. Үнемі ой үстінде болып, үнемі жылаумен болады. Жалғыз өзі осы бір үйде өмір сүре бастайды. Кейін Зухра көшеде кетіп бара жатқанда, баяғы өзінің сіңлісі Фатиманың жігітін көреді. Жігіт айтады: мен Фатиманы қатты жақсы көрдім, сүйдім, тіпті үйленбекші едім деп біраз әңгімесін айтып, енді өмір деген сол ғой деп басу айтады. Оған Зухра мән бермей кетіп қалады. Одан кейін осы Зухраның ағасының досы, бағанағы жаман бұзық бала Шахрух деген, оны ұнатып аңдей бастайды. Кейін Зухраның артынан еріп, Зухраға айтады: мен сенің досыңмын, ағаңның досымын, аты Тахир деп өзін таныстырады. Мен саған көмектесе аламын, егер де қиналып жүрсең, маған звонда деп телефон номерін береді. Сол кезде Зухра бұл Тахирге айтады: сен ағамның достарының бірі Шахрух деген дос баланы танисың ба? Ол менің сіңлімді өлтірген деп айтады. Сол кезде жаңағы Шахрух өзі екенін біліп, шамалы қымсынып: жоқ, мен оны танымаймын, бірақ мен саған көмектесе аламын, оны бірге іздейік, маған телефон соқ деп телефон номерін беріп кетеді. Келесі күні осы жаңағы Шахрух пен Зухра екеуі 1-2 күн бойы кездесіп, бір-біріне ғашық бола түседі. Осы Тахир Зухраға қатты ғашық болады. Кейін кездесіп, бір күнін бірге өткізіп, бірге саябақта және теңізде қыдырып жүреді. Одан кейін екеуі кездескеннен кейін қоштасып кетіп бара жатқанда, баяғы өзінің сіңлісінің жігіті келіп: сен не істеп жүрсің, бұл жігітті танисың ба деп жауап береді. Кімге сұрақ қояды Зухраға. Зухра айтады: бұл менің ағамның досы Тахир дейді. Сол кезде ана жігіт: жоқ, ол оның аты Тахир емес, ол Шахрух қой, ол ағаңды өлтірген және ағаңның досы, және сенің сіңліңді өлтірген Шахрух деп
айтады. Сол кезде Зухра жынданып қатты жылап, өмірден түңіліп, қайтадан біртүрлі болып үйіне кетеді. Келесі күні тағы кездеспекші болады. Ал жаңағы Шахрух қолына гүл алып, Зухрамен кездеспекші болып келе жатады, бірақ оның өзінің шын есімін кім екенін білмейді деп ойлайды. Кейін Зухраның көзінен жас тамып жатқанын және көзінде мұң бар екенін, кек бар екенін көріп, оның біліп қойғанын біліп, кері қарай қаша кетіп қалады. Кейін осы Зухра Тахирдан, яғни Шахрухтан кек алмақшы болып, бензинмен шырпаны алып, осы Шахрухтың үйіне барып, бензинді құя жөнеледі. Сол кезде дыбысты естіген үйіндегілердің барлығы оянып кетеді. Сол кезде жаңағы Шахрухта жүгіріп келіп Зухраға айтады: Зухра, қазір барлығы сені көріп қояды, кет, бұл жерден кет, бұл жерде менің қарындасым мен әкем тұрады ғой, деп жауап береді. Сол кезде сен не деп тұрсың, қарындасым мен әкем, деп жынданып үйден шығып кетеді. Сол кезде төбеден түскен жаңағы Шахрухтың әкесі бензиннің иісін иіскеп және түрін көріп жынданып, артынан қуыңдар мына қыздың, кім бұл біздің үйге бензин өрт қоятындай, деп жынданып ана қыздың соңынан іздей бастайды. Және осы кезде баяғы сіңілісінің жігіті тауып алып, осы қызды құшақтай жөнеледі. Сол кезде жаңбыр жауып тұрады. Қатты жылай бастайды Зухра, кек ала алмағанын. Келесі күні осы Зухраның жігіті, яғни Шахрух, қатты қиналып, өзінің ар азабынан Зухра хат жазып кетеді жаңағы кімге, жігітке. Сол кезде жігіт ана хатты оқыған кезде: сен барлығына кінәлі, менің сіңілімді де өлтірдің, және ағамның, әкемнің өлгеніне сен себепшісің, деп жазып хат қалдырғанын көреді. Сол кезде қатты ар азабынан шыдамай, өзінің баяғы достарын ертіп алып, қатты жылдамдықпен машина айдап, жол апатына авария болады. Дәл сол сәтте төбеден Зухра авария болғанын қарап жылап тұрады және кек алған сол кезде түсінеді. Бұл фильм осымен аяқталды, осы Зухра атты қыз туралы. Егер де толыққанды фильмді көргілеріңіз келсе, осы фильмді көріңіздер, өте қызық және аянышты фильм болып табылады. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.